Саламатсыздар ма оқушылар? Кеңестік Қазақстанның мәдениеті мен білімі мен ғылымы бөлімінде қамтылған Сәтбаев жан-жақты ғалым тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымының дамуындағы рөліне баға береміз. 20 ғасырдың үздік ғалымы, геологы, көрнекті қоғам және мемлекеттік қайраткері, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор Қаныш Имантайұлы Сәтбаев бұрынғы Совет кеңесінің ғана емес, өткен ғасырдың ұлы адамдарының бірі болып табылады. Ол өзінің еңбегімен Қазақстанның геологтар мектебін құрып, басқа геология ғылымдарының дамуына үлкен үлес қосты. 1921 жылы Томск технология институтының геология ғылымдарының профессоры Усовпен кездесуі өмірінің үлкен өзгеріс әкелді. Қазақстан жер қойнауының байлықтары, жердің құрылысы туралы Усовпен болған әңгімеден кейін геолог болуды мақсат етеді. Сол жыл Томск технология институтының тау-кен факультетінің геология базар бөліміне оқуға түседі. 5 жылдан соң оқуды бітіріп, тау-кен инженер геология мамандығын алады. Жас маман жезқазған мысын кен орнын Қарсақпай мыс заводын біріктіретін Атбасмет тресінің жұмыстары да жіберіледі. 1926 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атбасар түсті металл серіктестігіне келгеннен бастап, көп жылдар бойы Жезқазған, Қарсақпай, Ұлытау, Торғай, Атбасар, Есіл даласын зерттеді. Сол зерттеудің нәтижесінде Жезқазғанның байлығын анықтап, көптеген кен орындарын ашады. Түсті металл кендері, марганец, силикат, құрылыс, басқа да өндіріс кендерін ашылады. Көмір орындарын анықталды. Қалың қатпар қорғасын, жез, күміс табылады. Қара темір, алтын мен молибденді ашты. Қаныш Сәтбаев ашқан жер қойнауындағы байлық қазыналарында осы күнгі өндірістің көбейтудегі негізгі болған химия элементтерінің барлығы да бар деуге болады. Кен байлығымен ашумен бірге сол қазба байлықтың шығатын жерлерге заводтар салдыруға зор үлес қосты. Тау-кен шикізатын басқа да жерлерге тасымай, сол жерде қорытатын заводтар құрылысының қажеттігін дәлелдеді. Соның нәтижесінде Ұлы Жезқазған, Ұлы Алтай өндірісін орындары, Қарағандыдағы темір балқытатын заводты, Қарағанды Ертіс каналы, Қаратау фосфориті салынды. Осы арқылы Қазақстанның өндіріс шаруашылығын өркендетуге күш салды. 1944 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумы Қаныш Сәтбаевқа Қазақ КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері атағы берілді. 1927 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың Қарсақпай ауданы және Жезқазғандағы кен орнын зерттеу мен бағалаудың фундаменталды мен маңыздылығын дәлелдейді. Және 1929 жылы геологияны бағалау ғалымға толығымен тапсырылды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев басқарған геологтар ұжымы 1931 жылдан соңына қарай Жезқазғанда геокомның болжамына бірнеше есе асып түсетін мыстың ірі қорларының бар екендігін дәлелдеді. 1938 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Жезқазған мысының кендерінің аймағы және оның минералды қорларын жарияланды. Жезқазғанда СНК-дағы геологиялық комитеттің қызметкерлері мен ағылшын мамандары айтқандай 60.000 тонна емес, 2 миллион тоннадан астам мыс бар екені анықталды. Ол Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың ғылыми болжаудың дәлелі болды. 1934 жылы КСО ғылым академиясының сессиясында Қаныш Имантайұлы Сәтбаев мыс, көмір, марганец рудаларымен және Жезқазған, Ұлытау аудандарының басқа пайдалы қазбалар баяндамасында Жезқазған кен орындарының және барлық ауданның үлкен перспективалары жан-жақты негіздеді. 1937 жылы барланған мыс кендері Жезқазғанда әлемдегі ең үлкен
кен орындары деп атауға және осы жердегі тау-кен кәсіпорындарын салуға мүмкіндік берді. 1938 жылы ақпан айының 18-і Наркомтяжпромның Жезқазған тау-кен металлургиялық комбинатын салу жөнінде бұйрығы шықты. Академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев энциклопедиялық білімі бар 20 ғасырдың ғұламасы. Ол өз заманының сан алуан салалары мен тарауларға бөлініп, жоғары дамыған ғылымның бәрінен хабардар болды. Әр ғылым саласының заңдары мен байлығын ашып, халықтың игілігіне пайдалануға қалтықсыз еңбек етті. Ол Маңғышлақ түбегінің табиғи қорларының кешенді зерттеуін, көмір, мұнай, газ, қара металлургия кендерінің зерттеулерін басқарып, Ертіс-Қарағанды каналының құрылысын белсенді қолдады. 1958 жылы дүниежүзілік геологиялық тәжірибеден ұқсастығы жоқ орталық Қазақстанның металлогенді болжамды картасының методологиялық негізін құру үшін Сәтбаев басшылығымен Қазақстанның геолог ғалымдар тобы Лениндік сыйлыққа ие болды. Ол жұмыс дүниежүзінде қазақстандық ғалымдардың Сәтбаев мектебінің рөлін көрсетті. Мен енді келесі слайдымда өзіміздің өлке тануымыздағы тану тарихына мән берсек, Максим Горький айтқандай, өлке тарихы өз отанынан, өз туған өскен жерінен бастады дегендей, мен өзіміздің ауданымыздың тумасы, тұңғыш кеңес үкіметінің құрушы большевик, бірақ өз заманындағы 1924 жылы сауаттылық жою ұйымының белді мүшесі Үсен Көлдиұлы Томановқа өміріне арнағым келеді. Үсен Көлдиұлы Томанов 1998 жылы Сырдария губерниясы Қазалы уезі Қармақшы қыстағында кедей шаруа отбасында дүниеге келген. 1916 жылы Жосалы Орыс студент училищесінде оқыған. 1916-17 жылы Кавказға Түрік майданында болған. 1917-18 жылдары Қызыл партизандар құрамында болған. 1918-19 жылы Ақтөбеге Орынбор майданына қатысқан майдангер. Үсен Көлдиұлы Томанов қоғам қайраткері. 1920-24 жылдары Қармақшы аудандық кеңестік партия хатшысы болып бастаған партия комитеттері, еңбек жолында Қазақ АКСР, Өзбек АКСР партия комитетінің хатшысы болып, ел қасиетінде жас кеңестік мемлекетінің орнығуына зор үлес қосқан тұлға. Жылдан мектебіміздің мемлекеттің және қоғам қайраткері 1981 жылдан бастап Үсен Көлдиұлының осы еңбектерін бағалап, мектеп аты Үсен Көлдиұлы атындағы нөмір 180 орта мектеп, бұрынғы степная көшесі Үсен Көлдиұлы Томанов атындағы атына берілді. Енді оқушылар осы сабағымызды бүгін сағалай қорытындылай келе, интервью әдісі арқылы сұхбаттың арқылы ол тұлғаның қалыптасу жолындарын анықтаймыз. Рахмет, енді тапсырмамыздың 80 көйел қаншалықты сәтті орындалғанын мұқият бағалаймыз. Интервью арқылы сұхбат ұлы тұлғаның қалыптасу жолын анықтаңыз дейді. Қаныш Сәтбаев еңбек сіңірген негізгі ғылым саласы геология. Қаныш Сәтбаевтың геология саласына келуге себеп болған оқиға 1921 геолог профессор Осиппен кездесуі. Үшінші сұрақ, Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан өнеркәсібін дамытуда басты еңбегі тау-кен шикізатын басқа жерлерге тасымай, сол жерде қорытатын заводты құрылысының қажеттігін дәлелдеді. Төртінші сұрақ, Қаныш Сәтбаевтың ғылымның дамытудағы еңбегі. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жаңашыл ғалым, бұл металлогения ғылымның негізін салушылардың бірі, ал Қазақстанда осы ғылыми бағытында орнықтырушы болып есептеледі. Келесі тапсырма дизайн әдісі. 1944 жылы Қазақ КСР жоғары кеңесінің президиумы Қаныш Сәтбаевқа Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері атағы берілді. Қай еңбек үшін? Рахмет, енді тапсырманы тексеріп көрелік қаншалықты сәтті орындалған екенін мұқият болайық. Дизайн әдісінде 1944 жылы
Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің президиумы Қаныш Сәтпаевқа қазақ КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері атағы берілді. Қай еңбегі үшін дейді, тау-кен шикізатын басқа жерлерге тасымай сол жерде отатын зауыттар құрылысының қажеттігін ескерту нәтижесінде ұлы жезқазған, ұлы Алтай өндіріс орындары, Қарағандыда темір балқытатын заводы, Қарағанды Ертіс каналы, Қаратал фосфорит салынды. Осы арқылы Қазақстанның өндіріс шаруашылығын өркендеген еңбегі үшін. Үшінші тапсырма туған өлкенің танымал тұлғалары толық құжат әдісі. Биыл Томановтың қоғам басындағы еңбегін бағалау үшін қажетті тұлғалық қасиеттерді атаңыз дейді. Ол үшін тиісті қасиеттер берген ұяшықтарды қояймыз. Жақсы оқушылар, онда өз білімімізді тексеріп көрейік. Бірінші Шенкөлдиев Томан, батылдық, еңбекқорлық, қайсарлық, қанқиярлық, ержандылық, өжеттілік, жауаптылық, көшбасшылық, мақсаттылық. Осындай қасиеттер болған екен Томановтың. Енді бүгінгі сабақтан оқушылар. Жақсы, балалар, онда енді сабағымыздан кері байланыс жасайық. 463 жауап әдісімен төмендегі сөздерге жауап береміз. Бүгінгі сабақта нені білдім, нені үйрендім, мен үшін қызықты болды, нені толық түсіндім. Жақсы оқушылар, онда үй тапсырмасы бүгінгі жастар Қаныш атамыздың қандай қасиеттерін үлгі тиіс тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі сабақта қызықты да мазмұнды мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.